Ал Баянғали аға, кешкі шайымызға қош келдіңіз. Сіз шайды қалай ішетін едіңіз? Сүтпен бе, сүтсіз бе? Мен көңіл күйіме қарай іше беремін. Бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Кейде қара шаймен. Сен не құйсаң да іше берейін. Жақсы онда. Жалпы өзіңіз шайды қалай ішесіз? Қалайсыз? Жиі ішесіз бе? Дәстүрі қандай? Аса бір оның не құпиясы кереметі бар дейсің, епті бұйырғанды ішеміз. Мына от менің әкем ішетін шайды. Қалай ішетін? 2 самауыр шай ішетін. Бір отырғанда? Бір отырғанда. Ана бір самауырды ішіп болғанша екіншісі қайнап тұрады. Сонда мына Әлия жеңгелерің, Нұрланның мамасы қасында отырады. Сонда көршілеріміз күледі, Молдабай деген марқұм ағамыз болды. Алла, мына Баянғалидың папасы 45 минут ішеді бір шайды дейді, санап отырамын ғой. Мен тұрып кетіп қаламын, Аллах бар деп, бір 15-20 минут өтеді. Сонда бізде Әлия қасында қозғалмай отырады. Сосын келе-келе үйрендік, ол кісімен біз ауылда көп жыл бірге тұрдық қой. Сонда келе-келе үйренгеніміз сондай, бір самауыр тауысқасын, екінші самауырын қасына әкеліп береміз. Сосын бәрін жабдығын қойып, өзіміз жұмысымызға кетіп қаламыз. Өзі қойып ішеді сонда. Мына жерде тағы бір сұрақ туындайды аға. 2 самауырын шай ішсе, енді ана қазақ айтады ғой, бір отырғанда бір қойды жейді, ол кісі сонда бір сиырдың етін жеп қойған. Жоқ, ондай тамақты енді аса жапырып жеген кісі емес, бірақ от шайды енді басқаны мойындамайтын солай болатын. Ана ол кісі енді соғысқа барған адам, менің әкем Тақан соғыстың басынан аяғына дейін қатысқан адам. Берлинге дейін барып 40 шақырымға мінеді. Ертең Берлинге шабуыл жасаймыз деп тұрғанда команда келген, немістер жеңілді, капитуляция қол қойды, сонымен жеңістің тойын тойлап кірмей қалған. Мен шығарған өлеңімде бар. Менің әкем Тақанның ерлігі көп айтатын, жау тылынан тіл іздеп түнде талмай жортатын, 9 танк талқандап таң атқанда қайтатын. Менің әкем Тақан шал фашист койран салыпты, Берлинге дейін барыпты, қиратушы еді, оны да 40 шақырым қалғанда соғыс бітіп қалыпты. Гитлер менен Геббельс Тақан келсе болмайды деп, жағдай енді оңбайды деп атылып өліп қалыпты. Менің әкем секілді қара шалдар жасасын, халық қылған халықты деп. Сіздің әкеңіз секілді қара шалдар жасасын, халық қылған халықты. Керемет сөздер. Сол 3 рет жараланған. 2 рет ауыр, 1 рет жеңіл. 1 рет басынан тиген ғой, мына шекеден осколок снарядтың жарықшағы тиген. Сонда 1 миллиметр қапты миға. Бұлай қарай кетпей, бұлай қарай кеткен екенді. Содан аман есен келіп елде өтті. 3-ші групп инвалид болды. Сол соғыстың 50 жылдығына, жеңістің 50 жылдығына жұрттың бәріне машина берді. Жұрт айтты, маған папа әкем айтады, мені апар Баянғали комиссия. Өзі ауырып атық, төсек тартып, қолдан күттік қой. Мен айтамын, қалай болады бұл деп. Сосын ойладым, көңілінде кетпесін шар жағында. Шал біледі еңбегі бар екен. Ана бағаланбай кетіп баратқанын біледі шал. Сосын комиссияға алып бардым. Біреулер айтты, Баянғали сен елдің бәрі сыйлайды, біледі. Біреуге бір қой берсең, әкімге айтсаң бәлен түген дейді. Мен айттым, менің әкем бұлатпен төккен жоқ қой қанын. Енді бұлатпен алмай қойсын машинаны, осылай апардым. Дәрігерлер қарады айтты, ой, әкеңіздің 10 кісілік ерлігі, еңбегі бар екен, 5 кісілік ауылы бар екен. Бірақ бұндай кісінің бәріне берсе болады ғой. Бірақ дейді, заң бойынша ол берілмейді екен ол кісіге. Ана машина берілу үшін аяқтан қирау керек екен. Бұныкі бастан. Сосын қайтып келатқанда айттым, шал дедім, енді мазар алмайды еш жат дедім. Ана ең соғыс жүрген досын ойламайсың ба? Ана оққа басын тосқанша аяғыңды қоя қоймадың ба? Әзіл-әзілмен ғой. Әзіл-әзілмен, бірақ ойласаңыз, тұтас бір поколение, бір ұрпақтың осында драмасы жатыр. Еңбегі бағаланбай кеткен. Аға, сіз драматургсыз, жазушы, сатирик, айтыс ақыны, жыршы, жырау, манасшы, кинорежиссер, сценарийші, актер, әдебиет және өнер зерттеушісі, сыншы, кинодокументалист екенсіз, тележүргізуші, мәдениет қайраткер екенсіз. Жалпы өзіңізге ең жақын не? Осы бұл қызық сұрақ енді. Бір адамның басына соншама көп атақ. Тіпті сізге қазір титр беретін болсақ, титр сыймайды. Осыны, мынау энциклопедия шығады ғой. Соны мен сыймаймын энциклопедия. Соның ең бұлар тапқан жолдары қиып тастайды. Оңай нәрсе қиып тастау ғой. Көкшетау өзіміздің Ақмола облысында кітапханада не шығып, осындай энциклопедия. Енді мына Баянғалиды қай жаққа қосамыз дейді. Ақынға ма, жазушыға ма, драматургқа ма, Біржан Сағал, Ақан сері, Сал серілердің ізбастары, айтыстар ақынға ма деп. Сосын мен күлемін, екі жағына келіп тұрмын ғой. Жоқ, болмайды. Сонымен мені жазба әдебиеттен алып тастап, тек ауыз әдебиетіне қосты ғой. Ең мудрый решениелері. Сіз келісесіз бе осымен? Мен жалпы былай, мен мынадай өз бір өлең жазғам, халқым туралы сонда айтам. Халқым үшін қызмет қылам қалтқысыз, мақтамаса мақтамасын бізде ешкім. Өйткені ол біреудің несіне қарап, әрқайсысын ренжи беретін болса, онда шашымыз шақ келмейді. Негізі былай қалған.
Мен енді мүмкін кейіннен түсіндім, кейінген сезін шығарым. Жалпы мен өзі Алла тағала ақын қылып жаратқан ғой. Маған баяғыда айтатын, сен прозада нең бар, айтыста нең бар, бас сен ақынсың ғой дейді жігіттердің ағаларымыз айтады. А мен оны дендеп отырып өлең жазбаған кісімін. Мен өлеңді шындап жаза бастаған 50 жасқа тақағанда жаза бастадым. Шындап жазғаным. Ал бірақ осы ақындықтан тарайтын шығар. Бұл жаңа сұрап отқанның ішінде бәлкім енді әлгі бірер бұл қызмет емес қой. Жаңағы айтып отқан нәрсенің барлығы мансап емес. Ол мандат емес. Лауазым емес. Ол менің өнер жолындағы айтылған еңбектерім. 8 қырлы бір сырлы деген көп мысалы. Екінің бірін айтамыз қазір. Домбыра тартса кішкене қызмет істесе. Олай емес, оның өлшемі былай болу керек. Жаңағы әр атауыңда, әр жаңағы айтылған атыңа лайықты ұлттық масштабта бүкіл халыққа мұра болатындай бірдеңе жасай алдың ба, жоқ па? Сен соған жауап бере аласың ба, жоқ па? Спорттың тілімен айтқанда сен сол салада шеберсің ба, жоқ па? Нәтиже көрсете алдың ба, жоқ па? Міне осыған келіп тірелу керек та. Енді менің болмысым осы, мен осылай өмір сүремін. Я етем живу, орысша айтқанда. Маған бір апамыз айтады баяғыда, Алла баянғали сен осының бәрін көтеріп қалай қарапайым болып ортамызда жүрсің дейді. Мен күлдім. Осындай адаммын енді ол. Не, ал маған Құдай тағала осындай өнер берген. Мен оны ешқандай неге айырбастамаймын. Негізі енді мен ақын ретінде мысалы бір том өлең жыр кітаптарын 50-ге тарта поэма жаздым. Таза жазба поэзия дейміз ғой. Драматургияны айтып қалдыңыз. Осы күні 15 пьеса жаздым. Оның біразы облыстық республикалық театрларда қойылды, енді қояйын деп жатыр. Проза жанрында мен өзі бір топ повестерім, әңгімелерім ол бір том ол дайын тұр. Айтыс десеңіз 216 рет айтыстым мен 20 жылдың ішінде. 22 рет бас жүлдеге ие болдым. Оның бәрін жинасам 5 том болады екен. Оның бір том кітабын шығардым, Алаш пен Манас деген атпен 400 беттік. Ол бір төбе тұр ма? Енді жыршы жыраулық дейтін болсаң, мен өзі бала күні менің атам Әлімжан қиссашы болған екен. Ал әкем жаңағы айтып отқан Тақан соғысты ардагері 4-ақ класс білімі бар. Сол мынандай бала күнімізді қысқы кеште боран соғып тұрып, сонда май шамның жарығымен, кәрәсін шамның жарығымен Батырлар жырын оқиды. Қобыланды батыр, Алпамыс батырды әлгі өліп тыңдаймыз. Бір қызыл кітап болды мұнда, 7 эпос сыйған, 7 эпос басылған. Құлап қаламыз, жылайым Алпамыс батыр тезірек шығарсайшы зынданнан. Сіздің қаныңызда бар болып тұр ғой осындай бір өнерге деген құштарлық. Атаңыз, әкеңіз, өзіңіз. Анам Бәтима менің шешем, сол кісі Қалқаман Мамыр жатқа айтатын шәкәрімнің атын атауға болмайды. Тегін адам емес. Сондықтан маған осылай сіңген, мен өзімнің әлі күнгі дүниені аңызбен, эпоспен қабылдаймын, мен сол әлемде өмір сүргенді жақсы көремін. Баянғали аға, мен... Сондықтан мына айтып отқан нәрсіз бірде-бір мен оны жамап біреуге жаздырып алғам жоқ. Жасаған еңбектерім, оны әрқайсысын тарата берсеңіз бір төбе әңгіме. Титрге барлығын жазатын болдық Нұриден. Сидыруға тырысамыз. Сидыруға тырысамыз. Бірақ жауабын берейін мен сіздерге. Аңсаған адамдардың жарасымын, арнаған туған елге барасының, қиялы көп болғанмен зияны жоқ, қазақтың мен ақ көңіл баласымын. Баянғали аға, мен сізден бекерге сұрап отырған жоқпын, бекерге айтып отырған жоқпын, аталарыңыздан келе жатыр екен деп. Сіздің өзіңіздің туған балаларыңызды Қазақстанға белгілі танымал әнші, актер, әртіс, тележүргізуші болып танысты. Егер көрермендеріміз білмейтін болса, белгілі актер Нұрлан Әлімжанов пен Ақкенже Әлімжанды сіздің балаларыңыз. Менің балаларым. Құдайға шүкір, сүйсініп, мақтанып айтатындай балалар. Бір ғана сұрағым бар. Өнердегі болмаса да кинодағы президенттің папасы болу қалай екен? Егер шындап айтсақ, бұл өте жауапты жұмыс қой. Оңай дүние емес, балам осылай президенттің рөліне түсірейін деп жатыр дегенде айттым, қолыны майынлайын, түссең де қуан, түспесең де қуан дедім. Өйткені ана жақтан өтем өтпейме белгісіз болып тұрғанда енді өтті түсті ғой. Бұның жауапкершілігі үлкен. Мен өзім қатты оқыдым, қалай шығарар екен, елдің алдында ұят болмас екен енді. Сіздер айтып отырсаңыз жарасады. Біз енді өз балаларымыз өзіміз андай-мындай деп отырсақ, ол бір не сияқты болар, сол тақымымызды қысып, Құдай тіл көзден сақтасын деп, Құдайдан тілеп отырамыз. Тағы бір сұрақ аға, сізді көкше жұрты тағы бір ерекше қасиетіңіз үшін өте қатты сыйлайды. Сіз облыс әкімі кезінде Альберт Рау деген кісі болған екен, сол кісіге кіріп, вы Рау, я жырау деп айтқан екенсіз. Осындай сөздерден кейін билік тарапынан сізге бір қысым болды ма, бір кесірі тиді ма? Енді Рауға қатысты айтып кетейін. Ана әкім жаңадан келген әкімге замдар мені таныстыра алмайды, бата алмайды қасына баруға. Сосын мен өзім барым да менің жасы кіші айттым, Альберт Павлович, здравствуйте, дорогой, вы Рау, я жырау дедім. Меня зовут Баянғали Әлімжанов, поэт, писатель, драматург, ақын, импровизатор, жырау, сказитель, единственный казах монаши, режиссер, сценарист и актер кино, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной премии Кыргызстана, актер, борец и надуды игрец дедім.
будешь меня уважать, то ты молодец, не будешь уважать, то тебе конец дедім. Айтқан екенсіз, иә. Ол да өлеңдетіп жіберген шығар. Ол жоқ, күліп жүрді, ол начинайсың, сосын өзі мені сыйлап жүрді, ол шыны керек. Ал енді билікті әкімдердің талайына айтатын сөзді айттық баяғыда. Бір әкім ағамыз айтады, маған сен осы Баянғали айтысқа барасында жүлдені алып келесің, елден алып жатсың, байыған шығарсың дейді. Мен күлдім, иә аға, екеумізді халықтан аламыз дедім. Мен жырлап алам, сіз ұрлап аласыз. Осындай Меніңше сөздеріңіз тура сөйлейтін адам аз сияқты меніңше қазір. Тағы бір бастық машинаға мінді менің, сосын баратын жеріне, Баянғали енді ешкім жоқ екен, мен апарып салайын. Адасып кетті өзі, таба алмай. Сосын, сенен ұят болды, бұл жерді таба алмай қалдым ғой. Мен айттым, аға саспаңыз. Тал тұста адасу деген бастықтарға тән нәрсе ғой дедім. Тағы бір бастық айтады маған. Тойда отырмыз ғой кішкене. Өңкөй ішкендердің ішінде отырып, миың ашып кеткен шығар деді маған. Мен күлдім, бастықтың масыне, сауыны бәрі миын аштады дедім. Ал енді ол үйтіп маған қайта күледі, қазақ сөзді бағалаған ғой, үйтіп ашық. Енді Құдай сақтасын, біріншіден мен ондай ашық құдалауға қысымға көне қоятын кісі емеспін. Жаңағы президентпен қалжыңдасқан адам, мен Назарбаевты қарсы алып өлең айтып келе жатсам, әкем қойып ағып жатыр кезекпен. Қызықпасын айта кетейін, ең алғашқы кездескенім. Қарасуға келді деді, түн ішінде звондады маған. Осыған келіп өлең айтсаңыз, жарайды барайын. Барсам, ертеңіне қой бағуымыз керек, қойдың кезегі келіп тұр. Нұрлан кішкентай онда. Жаңа әкем марқұм таңертең қойды шығарады, түсте мен барам, кешке алып келеді. Сонда шал хитрый. Таңертең әкеткен әкем, кешке алып келген әкем, ел соны көреді. Баянғали өлең айтып жүр деп ойлайды. Мен түсте ең ыстық кезде әкесіне мал бақтырып қойып деп пе? Мен ең ыстық кезде барам. Жаңа шал демалсын, шайын ішіп намазын оқысын деп. Сөйтіп ертең қой бағайын деп отырсақ, ел басына кездесу керек деді. Бардық Қарасудың ішінде. Содан барып, жаңа қарсы алып өлең айттым, бір уақытта сосын айтқаным ғой жаңағы. Көп сәлем әкеп тұрмын ауылдағы қарагөз қандас бауыр қарындастан асығып тұра шаптым сіз келді деп қойдым да кезегіне қарамастан. Бәрекелді. Жағдайын жақсартсаңыз ауылдардың жалғанда қан болмайды сенен асқан дедім. Сосын ойланып, басын изеп, дұрыс жақсы қабылдап шығарып салды. Келсем ауданның әкімдермен тосып отыр екен. Президентке өлең айтып келдің ғой, бізге де айтшы дейді. Мен айттым, әкімдер отыр екен жағып монша тыңдайын, айтайын, егер олар құлақ қойса, президентке өлең айтып келгеннен соң әкімге айтқым келмейді менің ойша. Бәрекелді. Енді бір жол тағы да елбасы келеді деп жатыр ғой, келейін деп жатыр дейді. Аудан абыгер жаңағы малын сойып түгендеп жатыр, бір күн келмей қалды, 2 күн келді, 3-ші күн келіп жатыр ғой. Сосын менен әкім сұрайды, Баянғали, президентке не айтасың дейді. Мен мына не айтасың деген, я былай айт деген көнген кісі емеспін. Өзім көңілім не айтты дейді, Алла аузыма не сұрады, соны айтатын адам. Сосын күлдім, не айтасың дейді. Мен былай деп айтсам ғой, сіз келеді дегелі біздің елге көп болды, күте-күте өзіңді елдің көзі 4 болды. Сізге сойған жылқыны әкімдер өзі жеп болды десем, ойбай бізді жұмыстан шығартасың айтты. Осындай айта берсе енді уақытта сыймайды. Өте қызық. Бірақ та маған тікелей жаңағы осы бетпе-бет кеп, я болмаса бір сен былай дедің, сен былай дедің деген кісі жоқ. Енді мен Алаш пен Манастың аруағын жырлаған адаммын ғой. Мен былайша айтқанда, орысша айтқанда, это не позволю, біріншіден. Екіншіден, мүмкін сыртымыздан енді кім біледі, немен істеп жатқандан оны Алла біледі. Бірақ қазақта дегенмен де тауып айтқан сөзді бағалайтын ер мінезді жігіттер әлі де бар. Бұл сұрақты қойып отқан себебі, Нұридиннің меніңше, сіз бір рет айтыпсыз, артыңнан үрген иттің де ірі болғаны жақсы ғой деп. Артыңыздан көп ит үрген ашамасыз оған қарағанда. Жоқ, ол енді үйдегі болмаса, бірақ енді бір үлкен ағаларымыз кейде бір келеңсіз деген айтып тұрғанда, оған барып сен сүйдепсің, я бүйдепсің деп саласып атасың ба? Соған айтылған бір сөз ғой енді. Содан кейін қойған шығар өздерді. Жаңа айтып отырсыз, Манас жырын жырлайтын жалғыз қазақсыз ғой негізі. Мына Айырқалпақты ағайынның ауылына барған кезде сізді қалай қарсы алады олар? Олар, ой, мен айтыс ақын ретінде де барып айтысып түйем мүгім Қырғыздан. Жақсы құрметтеген 93 жылы. Сонда менің Манасты айтатын өліп, олар алдын ала 1000 жылдыққа шақырды. 95 жылы Малдыбаев Абдыласым атындағы халықаралық сыйлығын берді. Жалпы өте қатты қадірледі. Ал айтыс ақын ретінде сыйлағаннан да Манасты айтқаным үшін олар басына қан көтерді. Үлкен анау үлкен ақындары, жарықтық Естебес Тұрсыналиев, Туғанбай Абдиев,
Ашыралы Айталиев, Манашшылар Шабай Азизов, Қаба Атабаев деген ақсақалдар, Назарқұл Сейдірахмановтар, Ұрқаш Мәмбеталиев, осылардың барлығы. Ой, азамат дейді. Азамат Манасты айтатын қазағым деп арқамнан риза болғандар сондай. Осы ең кейінгі жолы міне былтыр жазда ғана барып келдім халықаралық фестиваліне, сонда маған күледі, сіз келгеніңіз оңды болды, мынау сіз келгесін халықаралық фестиваль болды. Сіз жер бетінде Қырғыздан басқа 6 миллиард адамзаттың ішінен шыққан жалғыз манасшысыз ғой деп қадірлеп, сол маған маданияттың мықты қызматкары деген төсбелгі берді қосымша. Сонымен олар енді барлығы осы жас Қырғыздың балалары өркенде өскен екен, Манасты айтатын. Сол керемет жаңағы қадірледі. Bir ғана нәрсені айтып кетейін. Қырғыз теледидары таңғы сағат 10-нан түнгі сағат 12-ге дейін 14 сағат бойына Бішкек, Ош, Талас телекөпірді ашып қойып, жаңағы 18 манаш, 17 қырғызбен, 18-ші мен 20 минуттан жырлап отырдық. Bir күн бойына Қырғыз даласы тек Манасты айтып тұрды. Ал енді біздің телеканалдарда шіркін батырлар жырына, жырау жыршыларға солай бір күн болмаса да бірнеше сағат ашып қойса тамаша болар еді. Осындай жағдай. Сонда мен бірінші таңертең айтсыз шаршап қалмаңыз, бір рет айтсаңыз болды ғой, қонақсыз ғой деп, бір 20 минут айтып беріп қойған, бір уақытта звондаған ғой жабылып. Қазақтан біреу білетіні бар, білмейтіні бар, қазақтарды айтады екен Манасты. Тағы шықсын шанақсыз деп, түн ішінде тағы шықтым одан кейін ертеңіне шақырып, 1 сағат телехабар жасадылар. Ол осы мен Қазақстанда 1 сағат, осы мені жеке мұндай емін-еркін әңгімеге шақырып отқан осы сендерсіңдер. Қырғыздардан кейін бізде сізге біздің бағдарламаның мықты мәдениет қайраткері деген атақ беруге дайынбыз. Сізге сұрайын деп отырғаным, Аққалпақ Қырғыздың бергені бір түбі, Ақтөбенің бергені бір түбі. Ал керек болса. Баянғали аға, мына телеарналар, телеарнаның басшылары қазақтың жырын сөйтіп дәріптесе деп отырсыз ғой. Жалпы өзіңіздің қазіргі қазақ журналистикасына, қазақ журналистеріне, тележүргізушілеріне көңіліңіз тола ма көрермен ретінде? Ол неге көңілім толмайды десем күпіршілік болады. Жасап атқан еңбегі ұлан қайыр. Мен әсіресе мына қазақтың ақын, жазушы, журналистері деген нағыз жанкешті ұлттың патриоттары деп есептеймін. Өйткені мына әсіресе ақын жазушы бір тиын ақша алмай жазып жатырмыз. Керек десең өлең жырды, солай ма? Сол секілді журналистерді жарғақ жастыққа тимей, Құдай санмасын, енді еңбектеріңді от пен судың ортасы ғой. Ол біресе бана басшылыққа да ұнау керек, халыққа да ұнау керек, шындықты да айту керек, өтірікті айтсаңдар білдірмей жүрулер керек. Ал үлкен бейнет, үлкен еңбек, сондықтан бұл халықтың көз бен құлағы, тіл мен сөзі, ол журналистердің еңбегі ерекше. Мен өз басым өте қатты қадірлеймін. Бірақ өзім де журналист, газетте жұмыс істегем, өзім де теледидарда хабар жүргізгем, сондықтан мен үшін бір жақын бауырларым секілді. Бірақ ең үлкен бір қателік бар бізде екі. Біреуі шетел журналистикасын еліктейміз деп біз мүлдем деңгейіміз түсіріп жібердік. Кейде жаңағы көрерменнің көңілін табамын, оқырманның көңілін ұнаймын деп өсек аяң деңгейіне түсіріп жібердік. Мен өз басым сіздерге айтарым, мына арзан жеңіл нәрселерден көрі, ода керек шығар, бір ет бір май дейді ғой, бірақ сон хабардың деңгейін көтеріп отырсаңыздар. Бұл бір. Екіншіден, қазақ тіліміз жөнінде. Неше түрлі бәрін бір кезде мынау тілімізден айырылып қалазап едік деп, енді тіліміз қолымызға тиді ғой. Енді өз тіліміз өзіміз шабуыл жасап жатырмыз. Неше түрлі сөздердің бәрін қазақшалаймыз деп, біз қазақ тілін құртып баратырмыз. Мысалы, пайыз, мәтін, ойбаяның тағы да бір сұмдықтарды аударып та алдыңдар, масқара сұмдық, ол ұят нәрсе. Бұны кім кіргізіп атқанын мен білмеймін. Әсіресе мынау халықаралық терминдерді, техниканың. Қозғап не керек оларды? Медицинаның терминіне тиюге болмайды. Сен әлгі ота, жасуша, дәрумен деп тұрған, ертең біреуді өлтіреді осылар. Ана рецептін қате жазып. Қарағым, сол латын тілінде, сол орыс тілінде емдей берші, қай тілде емдесең, ол тілде емде, маған мына халқымның амандығы керек, денсаулығы керек. Біз келемізді, ол дәрі жасай алмаймыз, аппаратурамыз жетіспей жатыр, келемізді сөз аударғанға мәз боламыз. Қорықпау керек халықаралық термин. Әсіре қазақ боламын деп қазақ болмайсың, ол өтірік патриоттардың ісі. Ал ендігер сен тамырың терең болса халқыңмен байланысты. Нық тұрсаң аяғыңда, қалған дүниенің бәрін қабылдай бер. Ештеңе саған бұзбайды, әсер етпейді. Алла бір пайғамбар хақ, иманың кәміл болса, халқым деген ұғымың болатын болса, адаспайсың. Кітап жазып жатсыз ба? Пьеса жазып жатсыз ба? Енді өлеңді күнде жазбайсың, өзі бір туатын уақыт болады өзі. Өзі келеді, ол бір құпия әңгіме, ұзақ әңгіме қысқартып айтайын, өлең өзі бір туат келеді, бір топ.
сосын драматургия пьеса піскен дүниең жазасың. Тағы бірінен бірін ауысып отырамын. Сосын жаңағы бір Паңнұрмағамбет атамыздың атында киностудия ашқанбыз. Оның құрылтайшысы Марат Нәбиев деген азамат 2006 жылы. Техниканың күші жетер жетпес, бірақ қазақы бір ұлттық кинолар түсірейік деген тілекте. Түсірдіңіздер. Өйткені біздің байқасаңыз, қазақ фильмінің техникасы бір ғажап күшті, қазір жақсы кинолар шығарып жатыр. Оларды да сынамайын, бірақ көп жағдайда біздің ренжіп қалатын жеріміз біздің ұлттық рухымызға қайшы, ұлтымызға жат нәрселер кіріп кетеді сынала. Оның бәрі қулықпен айламен істеліп отқан нәрселер сырттың. Көрдіңіз бе? Сондықтан бізге ол киноның техникасы, әртістің ойыны, оның бәріне осы құлақ қаламыз ғой. Әңгіме онда емес. Мазмұн не, қан, жаны не, рухы не? Біз соны іздеуіміз керек қой. Ең бастысы. Орыс жағынан келіп, сосын ойладым мен, ең болмағанда қарлығаш та қанатымен су себеді ғой. Мен де қолымнан келгенше осыны көрейін деп, осы студияны ашып, ең бірінші фильміміз «Ән мен анаша» деген көркем фильм. «Ән мен анаша». Нұрланның әндеріне құрылған. Нұрлан сосын сол киноға түсетін бір қыз тап деген жақсы. Сөйтсем папа бір қыз таптым дейді. Сонымен Шымкенттен Мақтаралдың бір қызы жүрген академияда оқитын осындай деп сүйді. Сөйтсем осы Жансая. Соның ең осы рөлді ойнағап киноны түсіп біткесін осы қызға үйленсем қайтеді. Айттай шын ба шын. Сен қой өзі шын жақсы көріп тұрсаң өзі киноның алдында үйленіп алып өзі тиіс жатыңдар өзі. Деп екеуін қосып қойдым. Содан кейін киноны түсіріп, содан кейін құдалыққа бардым. Құдағы звондайды, құда қызды аласың, үндемей жатасың. Мен қыз көргем жоқ, ақ дейсің. Анаша, неге анаша деп атадыңыз? Ән мен анаша деген енді комедия ғой. Ән түсінікті, анаша деген енді тағы белгілі ғой. Атына қарағанда керемет ұлттық леп беріп тұрмаған сияқты фильм. Анау бізде анаша деген символы ғой, біздің қоғамға кіріп кеткен неше түрлі базарда не былық жоқ дейсің, келіп жатқан. Сондай бір ән, өнер базардың деңгейіне түсті, сауданың. Серлігін қайда кетті, рухын қайда кетті. Жанталасып атқан дүние, соны орталарына бір дүние құрт қой. Анаша түсіп кетеді, бір тау болады, бір далбай біреу ғой, қазақ ойбай, мынау анаша екен деп дақпырт шығып кетеді, бәрі дос қырылыса жаздайды, аяғында өтірік болып шығады. Сөйтіп жаңағы алдамшы дүниеге бола қырылып қара жаздық қой деген бір әрі жеңіл, әрі мазмұнды, бірақ мына нелері мақтағы фразалар дейді ғой. Сондай кесіп айтатын бір әдемі ғана ойнақы дүние болды. Енді оның олпы-солпысы да көп болу керек бұлай қарағанда дегенмен сол әнге құрылған. Міне бір осындай дүние өмірге келді. Баянғали аға, біз әңгімемізді бүгінгі кешкі шайымызды сіздің әкеңіз туралы және жаңағы басқа да әкімдер туралы айтқан өлеңдеріңізден бастадық, суырып салма өлеңіңізден. Біздің осы кешкі шайдағы әңгімеміз туралы бір 4 жыл ол енді былай мен айтып бере аласыз ба бізге? Бірақ ол өлең болмайды. Сенің көңілің жерде қалмасын, мен одан да саған бір ауыз Манастың үзіндісін айтып берейін. Жарайды, жақсы. Жарайды. Байырқынның жұмығы баштаса келер ұрылы, езілкіннің жұмығы естесе келер ұрылы, жармы төгін жармы шын, жарандардың күн үшін жабыратып айтабыз, жол бұрыс Манас жөн үшін, көбі төгін көбі шын, көпшіліктің күн үшін көпілдетіп айтабыз, көкжал Манас жөн үшін, жанында болған кеші жоқ, жалғаны менен іші жоқ, төрінде жатқан кеші жоқ, төгіні менен іші жоқ, бабаңардың жомығы, баштабасақ болуы, атаңардың жомығы, айтпай қойсақ болуы, ұламадан ұққан сөз, ұғыты өніп шыққан сөз, арбын жомық толған сөз, ат көтергіс болған сөз, арсыздарға тоқтолбой, азамат ерге қонған сөзі, қай біреуінің қалпы көп, қашырласып сайышқан, қалтынан ашқан алпы көп, атабыз біздің ай көлшер, Алтайға барып туылған, атын жаттап қаржаш, аламға даңқы ұғылған, жектешкені болған бас, жетік екен ер Манас, жергесіне ел толып, ошо жер дегенің кең талас дейді. Былай істейік, Баянғали аға, Нұридин, қазір біз кешкі шайымызды көрерменімізбен қоштасақ, қалған содан кейін тыңдасақ. Сізге көп рахмет. Әлі де талай кездесеміз деген үміттемін. Сіздерге де рахмат айналайын, бақытты болыңдар.